Танысып қойыңыздар, Самсонова Тамара. 68 жастағы қарапайым әрі сүйкімді әже. Ресейдің Петербург қаласының тұрғыны. Алайда бұл қауқарсыз көрінген кейуана шын мәнінде қанішер мыстан. 2015 жылдың 26 шілдесінде бос алаңқайдан сорақы жайт анықталған. Жергілікті тұрғындардың бірі ванна пердесіне оратылған басы мен аяқ қолдары жоқ мәйітке тап болды. Ал қалған бөлшектері бірнеше метрден табылған. Көп ұзамай мәйіттің жеке басы анықталды. Ол жақын маңда тұратын 79 жастағы Валентина Уланова. Тіркелген мекенжайы бойынша келген сақшыларға есікті Тамара Самсонова ашқан. Пәтерді шолған тергеу тобы ваннадан көп көлемдегі қан іздерін тапты. Нәтижесінде Тамара әже қылмысын мойындауға мәжбүр болған. Анықталғандай, ол марқұмның пәтерінде тұрып жатқанына 4 ай болыпты. Бірақ көршілес үйде өз пәтері бар. Айтуынша, Уланованың пәтері өзінікінен әлде қайда жайлырақ. Сондықтан құрбысымен бірге тұру ұнайтын болған. Бірақ кетпейтін қонақтан мезі болған Уланова кетуді сұрай бастайды. Ал Самсонованың кететін құлқы жоқ. Ол құрбысына көп көлемде ұйықтататын дәрі қосылған салат беріп, улап өлтіреді. Сөйтіп мәйітін ваннада бөлшектейді. Яғни басын балтамен шауып, денесін арамен жіліктейді. Ал оқиғаның жалғасы бейнебақылау камерасына таспаланып қалыпты. Мәйіт бөлшектерін шығару үшін Самсонова пәтерден 7 рет шыққан. Кесілген дене мен аяқ қолдарын сөмке я пакеттерге салса, басты қазанға салып шығарған. Көп ұзамай, тергеушінің есіне аталмыш іске ұқсайтын басқа оқиға түскен. 12 жыл бұрын, яғни 2003 жылдың 6 қыркүйегінде Уланованың мәйіті табылған жерден 44 жастағы ер адамның мүрдесі табылған. Қылмыс нышандары бірдей, порша-поршасы шығып бөлшектенген. Самсонова оны да өлтіргенін мойындайды. Тіпті өлтіріп бөлшектегені жайлы күнделігінде жазған екен. Неміс тілінде. 2015 жылдың 26 қарашасында сот медициналық сараптама оның сау емес екенін анықтады. Самсонова параноидалды шизофрениямен ауыратын болып шықты. Қазіргі таңда ол 79 жаста. Қазан қаласындағы психиатриялық ауруханада жатыр. Алдағы уақытта шығатын видеоларды өткізіп алмас үшін парақшаға жазылып қойыңыздар. Сондай-ақ лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпағайсыздар.